Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сіздермен бірге оқитын тақырыбымыз ислам өркениеті деп аталады. Енді бұл тақырып бізге таныс тақырып деп ойлаймын. Себебі біз осының алдында араб мәдениеті, орта ғасырлардағы араб мәдениеті деген тақырыпты оқыған болатынбыз. Енді ислам өркениеті бүгін қамтылатын тақырыптарға тоқталатын болсақ, негізінен ислам мәдениетінің шығу тарихы мен таралуы дейді. Құран исламның қасиетті кітабы. Ислам дініндегі ағымдар, қазіргі ислам өркениетіндегі әдет-ғұрыптар және де ислам мәдениетінің дүниежүзілік өркениетке әсері дейді. Міне біз осындай мәселелер арқылы бүгінгі сабағымызды оқитын боламыз. Жақсы, енді мына картаға назар салатын болсаңдар, бұл ислам дінінің таралуы, яғни таралу картасы болып есептелінеді. Негізінен мына түстердің қоюланған жері ислам дінінің ең көп таралған жерлері болып есептелінеді. Енді ислам діні қазіргі таңда әлемнің 120-дан астам елінде таралған, 28 мемлекетте ресми дін ретінде жарияланған. Енді 2 миллиардқа жуық ұстанушысы бар. Әлемдегі ең жас дін болса да, бұл ұстанушылар жөнінен екінші орында тұр, яғни бірінші орында христиан діні, екінші орында осы ислам діні. Енді таралған жерлерін картадан қарайтын болсақ, мұнда қараңыздар, көбінесе біріккен араб әмірлігі немесе араб түбегі деп айтсақ болады. Араб түбегінде Иран, Ауғанстан, Египет, Африка, жалпылама солтүстік Африка деп алсақ болады бұл жерлерді. Орталық Қазақстан, орталық Азия, Қазақстан және де Кавказ жерлерінде өте жоғары деңгейде осы дін таралған болып есептелінеді. Енді біз мына жоспар бойынша бірінші сұрағымыз, яғни ислам дінінің пайда болуы. Ислам діні қалай пайда болды? Енді мына суретке назар салатын болсақ, бұл жерлерде барынша бейнелеуге тырысқан, яғни Мұхаммед пайғамбардың осы Хира тауындағы ең алғашқы Жебірейіл періштені көріп тұрған сәті ретінде бейнеленген. Яғни бұл сурет осы бір тарихты бейнелеп тұрғандай, тарихи сәтті бейнелеп тұрғандай. Себебі осы Хираты Мұхаммед пайғамбар негізінен 571 жылы дүниеге келеді. Жастайынан жетім қалады, әкесінен де анасынан да айырылады. Сөйтіп бұл Мұхаммед пайғамбар көпес әйел Хадиджаның қол астында жұмыс жасап жүріп, Хира тауына барып, осы өзінің ілімін, білімін жинақтайды. Енді 40 жасқа таяған шағында осы Хира тауының үңгірінде ең алғашқы Құранның сүрелері Жебірейіл періште осы аян ретінде Мұхаммед пайғамбарға жеткізеді. Бұл суретте осы бір оқиға бейнеленген деп айтсақ болады. Енді ислам діні пайда болды, кейінірек көптеген жерлерге тарады. Соның ішінде жаңа айтып жатқан жерлерімізден бөлек Европаға дейін барды. Европаға, Италия, Испания жерлеріне дейін. Енді Қазақстанның жеріне де ислам дінінің келгенін білеміз. Бұл 8-ші ғасырда атақты Атлақ шайқасы дейді, яғни Жетісу жерінде болған Қытайлар мен арабтардың арасындағы шайқас. Осы шайқаста қытайларды арабтар жеңіп, Жетісу жерінен қытайлықтарды қуып шығады. Осылайша олар өздерінің елдеріне оралу керек болып, қазақтың жеріне, яғни миссионерлерді қожалар тастап кетеді. Осылайша қазақтың жеріне 751-ші, яғни 8-ші ғасырдан бастап ислам дініне келе бастады. Қожалар қазіргі кезде қожа деген руға жатпайды, жүзге кірмейді, белгілі бір өз алдына белгілі бір статус болып есептелінеді. Міне осылайша ислам діні қалыптасқаннан кейін оның 5 парызы пайда болды, яғни 5 міндеттелген ислам дінін ұстанушы, яғни мұсылман адам осы 5 парызды міндетті түрде орындау керек. Енді біз бұл тақырыптың екінші жоспарына ауыстық. Бұл әдет-ғұрыптары немесе шарттар деп алсақ болады. Ең бірінші байқауыңыздар, бұл слайдтан байқағаныңыздай куәлік сөз дейді. Оны естулеріңіз бар, бәріңіз куәлік сөз деп отырғанымыз. Яғни қазақша мағынасын айтатын болсақ, Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі дейді. Яғни осы сөзді жүрегімен сезініп айта білген кез келген адам мұсылман болып есептелінеді. Яғни бұл дінге кірудегі куәлік сөзі болып есептелінеді. Екінші, намаз оқу дейді. Енді намаз оқу бәріміз білеміз. Бұл 5 уақыт бойына Құдайдың алдында құлшылық жасау болып есептелінеді. Үшінші, ораза ұстау. Ораза ұстауды да білеміз. Енді мұсылмандар жылына бір рет осы ашуды міндеттейді. Енді көбінесе оразаны біз ашуы деп түсінеміз, бірақ ашуы емес, бұл кезеңде барлық бір жаман қасиеттерден, жаман дүниелерден бойыңды аластату болып есептелінеді.
Келесі төртінші зекет беру. Біз бәріміз білеміз, зекет беру бұл салық болып есептелінеді. Біз Қазақстан тарихын оқып отырып, яғни зекет салығы дегенде, осы 67-68 жылғы реформалардың кезінде зекет салығы көптеп кездеседі. Яғни зекет деп отырғанымыз байлардың мешітке төлейтін салығы болып есептелінеді. Ең соңғысы қажылыққа бару. Яғни мұсылман адам өмірінде бір рет осы қажылық сапарға аттану міндетті. Бұл қажылық деп отырғанымыз Қағбаға барып, өзінің Қағбаның қара тасын ұстап, яғни өзінің қажылығын өтеу болып есептелінеді. Енді Қағбаның қара тасы дегенде көбіміздің көз алдымызға мына бір мешіт елестейді. Мына тас құсатып осыны елестейміз, бірақ бұл ешқандай да тас емес. Бұл мешіт, бұл атақты Әл-Харам деген мешіт. Бұл мешіттің салыну тарихы Мұхаммед пайғамбар өмір сүрген жылдардан да әріретте. Себебі бұл мешіттің салыну тарихы ол Ибрахим пайғамбармен байланыстырылады. Яғни Ибрахим пайғамбар мен оның ұлы Исмаил салдырған деген деректер кездеседі. Бұл Әл-Харам мешіті, осы мешітті салдыру барысында осының бұрышына жәннаттағы тасты түсіріп, мына байқап отырсыңдар, алюмин немен қоршалған, осының ішінде Қағбаның қара тасы орналастырылған. Міне Қағбаның қара тасы деп отырамыз, жұдырықтаған тас. Осы тасты алақанмен сипаған кезде қажылық сапар өтеледі деген түсінік бар. Енді ислам дінінде Мұхаммед пайғамбар қайтыс болғаннан кейін екі бағыт қалыптасады. Бұл сунниттер мен шииттер. Негізінен 90% мұсылмандар сунниттік бағытты ұстанады, шииттік бағытты қалған 10% ұстанады десек қателеспейміз. Бұл екі бағытқа бөліну Мұхаммед пайғамбар қайтыс болғаннан кейінгі осы бір келіспеушіліктердің нәтижесінде пайда болады. Енді көбінесе бұлар шииттік бағыттың таралған жерлер Иран, Ирак жерлері деп айтсақ болады. Сонымен қатар 4 мектеп бар, яғни мәзһаб деп айтады бұны. Әбу Ханифа, Шафи, Малики және Хамбали. Енді біздің Орта Азия халықтар Қазақстанның көп ұстанатын мәзһабы, мектебі бұл атақты Әбу Ханифа деген мәзһаб. Бұл мәзһабтың басты ерекшелігі жергілікті салт дәстүрге, сенімге, әдет-ғұрыпқа жергілікті халықтың қарсы келмейді. Енді мұсылмандардың қасиетті кітабы байқап отырсыздар, бұл Құран кітабы. Яғни Құран деген араб тіліне аударғанда оқу деген сөзден шыққан. Яғни Құран негізінен 114 сүреден тұрады. Ең алғашқы және де 7 аяттан тұрады. Ең алғашқы аяты Фатиха дейді, яғни кітапты ашушы деп аталады. Осы сүреден басталады. Енді біз араб өркениетінің сәулет ескерткіштеріне келетін болсақ, негізгі бұларды сәулет құрылыстар салған кезде 3 типке бөлінді. Бірінші арабтық тип дейді, екінші парсылық тип, үшінші османдық тип. Енді осы бойынша мысал келтіріп өтейік. Мысалы, бірінші арабтық типтегі бұл жаңа өзіміз жоғарыда айтып өткен атақты Әл-Харам, яғни Меккеде орналасқан, Қағба тасы орналасқан мешіт болып есептелінеді. Яғни бұл атақты Әл-Харам мешіті. Одан кейінгі парсылық тип бұл Калян мешіті дейді. Бұл Калян мешіті парсылар кезінде Өзбекстанның Бұхара жерінде салдырған алып мешіт, қасында алып мұнара орналасқан. Бұл парсылық типтегі салынған мешіттің бірі болып есептелінеді. Одан кейінгі османдық тип дейді. Бұл Сұлтан Ахмет мешітін мысал ретінде алып отырып, бұл біз Түркия жеріне, яғни кезіндегі Осман империясының дәуіріне ораламыз. Яғни Сұлтан Ахмет мешіті осы османдық типке жатады, яғни мұсылмандық архитектураның. Енді мұсылман ғалымдары әлемдік өркениетке енгізген жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтейік. Бұл жерде біз ең алғашқы рет Әл-Хорезмиді айтамыз. Бұл Әл-Хорезмиді білмейтін адам жоқ шығар деп ойлаймыз. Себебі ол алгебра саласында, яғни алгебра ғылымының қалыптасуына өзінің зор үлесін қосты деп айтсақ болады. Ол жаңағы үнді санау жүйесін қабылдап алып, нөл концепциясын ұсынған ең алғашқы тұлға ретінде белгілі. Және де одан кейінгі Омар Хайям атақты фәлсапашы ретінде, және де осы Ньютонның еңбегін жалғастырушы ретінде де, яғни кубтық теңдеулерді шешуді ойлап тапқан тұлға ретінде осы Омар Хайямды айтуымызға болады. Енді одан кейінгі қазір бәрімізге қызық шығар, мына көбіміз қолданатын GPS жүйесін ең алғашқы осы арабтар ойлап тапты десек, ол шындыққа жанасады. Себебі Әл-Баттани осы ең алғашқы
тригонометрия арқылы, жұлдыздарды зерттеу арқылы, яғни құбыланың қай уақытта екенін анықтап, мешіттерді құбылаға қаратып салуда осы бір жүйені қолданады. Кейінірек бұл біздің GPS жүйесінің қалыптасуына осы кісінің еңбегі зор деп айтсақ болады. Одан кейінгі Әл-Бируни кезінде антикалық замандағы грек астрономы Птоломейдің еңбектерін зерттейді, және де Птоломейдің тұжырымынан үлкен қателік табады. Птоломей айтады, күн, ай және де өзге планеталар бұл жерді айналады дейді. Бірақ бұл тұжырымның қате екенін, яғни Әл-Бируни дәлелдейді, және де жер өз осінен айналатын, және де ол күнді айнала қозғалатындығын ең алғашқы тұжырым жасайды осы кісі. Кейіннен бұл кісінің еңбегін Галилей кеңірек зерттеп, оны ақиқат екенін дәлелдеп шығады. Енді араб әдебиетіне келетін болсақ, бұл ең атақты араб шығармасы деп алсақ болады. Бұл атақты сіздерге өткен жолда айтып өттік, «Мың бір түн» деген шығарма. Бұл «Мың бір түн» шығармасы осы орта ғасырлардағы арабтардың ең үлкен танымал шығармасы деп айтсақ болады. Енді мұнда тек қана араб ертегілері емес, өзге де көршілес халықтардың, парсылар, үнділіктердің, Орта Азия халықтарының, яғни ертегілерінің жиынтығы. Қысқаша мазмұнын айтып өтетін болсақ, атақты Зұлым патша мен Шахризаданың арасындағы қарым-қатынас, яғни бейнеленіп айтылады. Енді қысқаша бізге жалпылама айтып өтетін болсақ, біздің бүгін теориялық сабағымыз бойынша лекцияның қысқаша осы. Мына тапсырманы өздеріңіз жақсылап қарап жазып алсаңыздар болады. Біздің мен үйге негізінен беретін тапсырмам ислам дінін ұстанған түркі ғұламалар туралы мәлімет жинақтау. Яғни біз мысал ретінде айтып өтейін. Мысалы, ең алғашқы осы ислам дінін ұстанған түркі ғұламалардың ішінен Әл-Фарабиді алуымызға болады. Мұхаммед Хайдар Дулати, Қожа Ахмет Яссауи, Арыстанбаб деген сияқты тұлғаларды алып, солар туралы мәлімет жинақтап, осы ислам дінін ұстана отырып, ислам діні арқылы ол қандай ғылыми жаңалықтарға, немесе қандай жаңалықтар ашты, соны зерттеп деген сияқты сұрақтарға жауап іздеп көріңіздер. Екінші, бұл қазіргі таңда ең өзекті проблема деп айтсақ болады, Қазақстандағы діни экстремизм және онымен күресу жолдарына сипаттама беру. Енді дін болған жерде оның ағымдары көптеп таралады. Соның ішінде осы елімізде де кезінде үлкен проблема болып жүр. Бұл діни экстремизм, яғни өзге ағымдар, басқа мақсатты көздеушілер. Сондықтан да бұл жерде ешқандай да дін, қандай дін болсын, ол адамды жамандыққа қарай шақырмайды. Кез келген діннің ар жағында жатқан дүние бұл адамды жақсылық жасауға үйрету, ешкімнің ала жібін аттамауға үйрету. Бірақ бұны бұрмалап алатындар өте көп, және Қазақстанда да бұндай жағдайлар өте көп кездеседі. Енді сіздер осыны үйден жақсылап орындайсыздар. Тапсырма түсінікті ме? Жақсы. Онда сіздердің осылай онлайн сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Енді жақсы жағдайда бетпе-бет жүздесуге осы жазсын деп сіздерге осындай тапсырмамен сабағымды аяқтаймын. Сау болыңыздар. Рахмет көп.